Жаңа жылда келді. Мынау алдымыздағы жыл жылан жылы. Иә. Біздің еліміз үшін жақсы бола ма? Біздің елімізге жақсы. Жылан жылы Ресейге жаман. Оны 905 жыл революция, бірінші революция. 17 жыл революция. 41 жыл соғыс. 53 жыл Сталин өлді. Сол жылан жылдары Ресейге өте үлкен қиын шетінен келеді. Ал қазақ жеріне жылан жылы қорқыныш емес. Қазақта бұрын қоян жылынан қорқатын, бірақ қорқыныш қоян жылы. Ал жылан жылы ол жай ешқандай. Ал орыстарға қиын болып келеді. Қазір соғыс болып жатыр, онда 25 жыл. Соғыс нағыз енді қазір жарқыраған шешімі келеді жылан жылында. Қиын шешім келеді орыстарға. Жеңіледі, ыдырайды. Сөйтіп келбетінен тағына бір империя кетеді. Бостандыққа шығады біздің болғастарымыз. Түріктер біріншіден. Солтүстіктердің түріктері бостандыққа шығады. Халықтар. Сол жылан жылмен маған айтқан. Ал мына табиғи апаттар жалпы еуропалықтар үшін қалай болады? Қиын болады. Көп Ресейге аяз түседі. Сұмдық аяз 40 градусқа шейін. Еуропада да мен күшім салам оған. Олар Украина жақтағаным үшін мен оларға көмектесемін Еуропаға. Ал Ресейге қиын болады жылан жылы. Ол бәрін жауып кетеді бәрінде.